Джу Вен Джун, Тан Джон Ги, әлем чемпионаты ағышын матч, бірінші партия, Е4, С5, Сицилиан қорғанысы, АТФ3, Е6, Паульсен варианты, Д4, СД, ат Д4, ат F6, өте маңызды жүрістердің бірі, піл Д3, ат С6. Негізгі орталықтағы атқа шабуыл жасау. Алдық және піл F4. Д5 енді негізгі орталыққа міндетті түрде сарбазды орналастыруға тырысу керек. Ат D2, Ж6. Енді фианкетто мәселесі жүзеге асырылысы кеп тұр. Піл Ж5 байлау әдісі және сарбазды негізгі орталыққа орналастырылысы кеп тұр. H6, піл H4, піл E7. Амалсыз фианкетто қоюға мүмкіндік жоқ. Рокировка А5. Орталық тұрақты, сол себепті оң қанатта немесе сол қанатта шабуыл жасау керек және мына пілдің мәселесін шешу керек. Уәзір Е2 мүмкіндік бермейді. Рокировка тура D1, ат D7. Мына байлау әдісінен құтылу керек. Содан кейін мына пілмен айналысамыз. Алдық және С4 негізгі орталыққа шабуыл жасау. Ат негізгі орталыққа келді. Алдық және уәзір Е3. Біріншіден мына жерге шабуыл жасағымыз келіп тұр. Екіншіден мынандай іс-әрекетті жүзеге асырудың амалы. Уәзір Ж5, алдық, сонымен 0-0-0. Бірінші партия, сол себепті бұл жерде бір жаңалық ашады деген ой болған жоқ, бірақ сонда да қарайық. Тура F, E1 ашық жолға орналастырды. Тура B8 жартылай ашық жолға орналастырып, B2-дегі сарбазға шабуылсы. B3, Ж4. Аттың F3-ке келуіне кедергі жасап тұр. Ат F1 амалсыз атты мына жерге қоюдың амалы. А4 атақты Капабланканың ережесі, позицияңыз нашарлау болатын болса, бірінші кезекте сарбаздардың санын азайтуға тырысу керек. БА тура Б4 бірден мына жерге шабуыл жасап тұр. А5 тура А4 бұл енді тарыш ережесі, артынан шабуыл жасау және мына қос соққы әдісі. Кеттік арғарай. Алдық, піл Е6, пілдің мүмкіндігін пайдалану керек. Тура С5 алдық, бұлай және тура А8. Мына А5-тегі сарбаздың түбіне жетудің амалы. Піл ат Д5 алдық және ат F4, піл F5. Енді бұл қиын күрделі позиция деп айта алмаймын. H3 алдық, бәрлігі бір қанатта және ұтуға ешқандай мүмкіндік жоқ. Патша Ж7 енді қалған талқылаудың қажеті жоқ, өйткені бұл бәрлігі өте қарапайым позиция.